Бауыржан Момышұлы, ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз деген. Ұстаз деген ұлы сөз ұлағатты, ол болмаса кім береді парасатты. Асылын беріп шәкірт бойларына, ағартқан сол үшін де қара шашты. Ұстазға әркім басын ию керек, кемеңгер, ақылшым деп білу керек. Сен бүгін керемет боп кетсең дағы, жеткізген сол ұстаз деп білу керек. Жақсылар ұмытпайды ұстаздарын, ойлайды олар сонымен ұшталғанын. Мәңгілікке мақтанып өтеді ұстаз, шәкіртінің биікке шыққандарын дегеле. Ұрпақтың ұлы мұраты жолында талмай еңбек етіп жүрген ұстаздардың төл мерекесіне арнап, сонымен қатар бала жүрегіне жол таба білген, білім нәрімен сусындатып қана қоймай, бала бойына тәрбиенің де асыл қазынасын құя білген, жаста болса ұстаз деген атаққа лайық жас мұғалімдер мен ұлағатты ұстаздарыңызды төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.